Баршаңызға сәлем. Мен сіздермен бүгінгі видеода керемет салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл салаттың атауы личо деп аталады. Бұл личоға 40 қабат қосылады. Мен ең алдымен заттарымның бәрін турап дайындап алдым. Описаниеге толық рецепті қалдыратын боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Мен сіздерге мұқият түсіндіретін боламын. Біз ең алдымен табамызға майымызды құйып қыздырып аламыз. Қызған кезде үстіне жуамызды саламыз. Жуамызды жұмсарғанша дейін қуырып аламыз. Өте керемет салат болып шығады, дәмі де тіл үйрер. Бізге отбасымызбен осы салат қатты ұнайды. Жуамызды қуырып болғаннан кейін үстіне 40 қабатымызды саламыз. Жақсылап араластырып отырып қуырамыз. Қақпағын жауамыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Каналыма жазылып кетіңіздер. Мен сіздермен түрлі рецептермен бөлісіп отырамын. Егер видеоны соңына дейін қарасаңыздар, лайк баса кетіңіздер. Жұмсартып қуырып алғаннан кейін үстіне теркадан өткізілген сәбізімізді салатын боламыз. Жақсылап араластырып, крышкасын жауып, жақсылап қуырып аламыз. Енді үстіне болгарскийіміз салатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Осыдан кейін біз қызанағымызды ет тартқыштың көмегімен өткізіп аламыз. Егер сіздерде ет тартқышты болмаса, блендердің көмегімен тартып алсаңыздар болады. Осылай жұмсарғанша дейін қуырып, үстіне қызанағымызды құямыз. Құйғаннан кейін астына үстіне жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін қақпағын жартылай жауып қоямыз. Бұрқылдап қайнаған сәтте орташа отта 30 минут қайнататын боламыз. Қайнап жатқан кезінде астына үстіне жақсылап араластырып отыратын боламыз. Енді тұзымызды қосамыз. Мен 2,5 қасық қостым. Шекерден 2 қасық қостым. Жақсылап араластырып, үстіне лавровый листімізді және черный перецімізді саламыз. Мен онша көп қосқан жоқпын, лавр жапырағын себелеп қарабұршымды салып жүрдім. Араластырып отырамыз. Жартылай қақпағын жауып қайнатамыз. Қайнап жатқан сәтте 70% уксусты 1 қасық қосып жібереміз. Жақсылап араластырып, тағы қайнатамыз. Шамамен 30 минуттай қайнатамыз. Ровно 30 минут қайнатамыз. Қайнап жатқан сәтте араластырып отырамыз. 25 минут қайнағаннан кейін үстіне чесногымызды, укроптарымызды саламыз. Қалған 5 минутта қайнатып шығамыз. Біздің салатымыз қайнап жатқан сәтте мантоваркаға банкілерімізді қойып шығамыз. Шамамен 10 минуттай ұстаймыз мантоваркада.
Біздің литьо салатымыз дайын болды. Енді осы сәтте газды астын өшіреміз. Жақсылап араластырып, қақпағын жартылай ашып қоямыз. Енді біз банкілерімізді матабаркіден түсіріп қоямыз. Осы сәтте литьомызды алып келеміз. Енді банкілерімізге салып шығамыз. Және крышкаларымызды ыстық суға салып аламыз. Салып болғаннан кейін жақсылап крышкаларын қойып жауып шығамыз. Менде 6 банка шықты, яғни 6 банка литьо салаты шықты. Егер видеоны ұнаса, соңына дейін көрсеңіздер, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Видеоны туыстарыңызбен бөлісіңіздер.